Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala eşrefil mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. An-Nuqaya Muhtasarul Viqaya Napaka tarauı. Алдыңғы дәрістерде әйелінің напақасы жөнінде сөз етіліп келді. Бүгін балаларының напақасы мен ата-аналарының напақасы жөнінде. وَنَفَقَةُ الطِّفْلِ فَقِيرًا عَلَى أَبِيهِ. Жас балалардың напақасы фақиран, егер өздерінің жеке дүниелері болмаса, олардың напақасы кімге міндет? Аля абихи, әкесіне міндет. Ал егер жеке дүниелері болса, онда оның напақасы сол өзінің дүниесінен қамтамасыз етіледі, қарышталады. Демек, жас балалардың напақасы әкесіне міндет екен. Ла юшарикуху ахадун. Және оны напақасымен қамтамасыз етуде ешкім ортақтаспайды. Жас балалардың напақасы әкесіне міндет, олардың напақаларын қамтамасыз ету мәселесінде ешкім ортақтаспайды. Яғни анасы да тауып беруі тиіс напақасын деп ешкім міндеттей алмайды. Әрине анасы да қосымша өзінің табысынан қарыштап жатса, оған ешқандай күнә жоқ. Бұл кітапта айтылғаны міндеттілік мәселесі айтылып отыр. Кімге міндет емес деген сияқты. Канафақати абавайхи ва ирсихи. Ата-анасы мен әйелін напақамен қамтамасыз етуде ешкім ортақтаспайтыны сияқты дейді. Яғни бұлардың напақалары жалғыз отағасына міндет. وَلَيْسَ عَلَى أُمِّهِ إِرْضَاعُهُ. Сәбиді емізу анаға міндет емес. Яғни сәбиді еміздеп әкесі баланың анасын мәжбүрлей алмайды екен. Егер анасы сол баланы емізуден бас тартса. Ондай кезде әкесі сүт ана жалдау керек болады. Әрине бұл сот жүзінде делінген, қадаан делінеді кітаптарда. Бұл сот жүзінде. Мысалы, арада дау туып, сондай құқықтық тұрғыда сот жүзінде қаралатын болса, егер анасы сол баланы емізуден бас тартса, қазы бұл мәселеде әйелдің пайдасына шешуі мүмкін екен. Ал енді діни тұрғыда емізу міндеті анасына жүктелген. Құранда баласын толық емізгісі келетін әйел 2 жыл еміздірсін деген аят бар. Енді осы аяттан да қарасақ, емізу міндеті анасына жүктелгендігіне ишара жасалып отыр. Илля иза таайянат, бірақ сот жүзінде әйеліне баланы емізсін деп нақты бұйырылса, сондай қаулы шыққан болса, сондай үкім шыққан болса, онда мәселе басқа дейді. Ол кезде әйел қанша бас тартса да емізуге міндеттеледі. Мысалы, сүт ана табылмаса, немесе сүт ана табылғанымен оны бала қабылдамай қойса, анасынан басқасын. Немесе әкесі сүт ана жалдайтындай жағдайда болмаса, мысалы пақыр болса, мұндай жағдайларда сол баланы аман алып қалу мақсатында, баланың қауіпсіздігі, денсаулығын қорғау мақсатында мәжбүрлі түрде анасына емізуді міндеттейді. وَيَسْتَأْجِرُ الْأَبُ مَنْ يُرْضِعُهُ عِنْدَهَا. Егер анасы баласының емізуіне бас тартса, وَيَسْتَأْجِرُ الْأَبُ مَنْ يُرْضِعُهُ عِنْدَهَا. Әкесі баланы емізетін сүт ана жалдайды. Айндаха сол анасының қасына келіп тұратындай. Бала анасының жанында қалады, бірақ сүт ана жалдайды, сол сүт ана сол анасының қасына келіп емізіп кетіп тұрады. وَلَوْ اسْتَأْجَرَهَا مَنْكُوحَةً لَهُ. Әкесі баланың анасын, яғни өз әйелін некесінде тұрған кезінде, яғни некесіндегі әйелін жалдаса, сол әйел өзінің некесінде бола тұра, ол әйелді баласын емізуге жалдаса. Ау муътаддатан мин раджаи. Немесе рижиғи талақтың иддетін күтіп отырған кезінде ол әйелін жалдаса, ютурдиаху, сол баласын емізуге. Ләм яджуз. Оған рұқсат жоқ. Олай болмайды екен.
рижиги талак болса да иддети битпей некелери бузулмайт деген сөз. Сол иддет мезгил ичинде әлі некелі әйел саналады. Сол себепті оны да баласын емізу үшін жалдай алмайды екен. Яғни бір сөзбен айтқанда, некесіндегі әйелін баласын емізуге жалдай алмайды күйеуі. Уафил мәбтутати риуаятан. Ал байын талақтың иддетін күтіп отырған әйелін болса, жалдау немесе жалдамау мәселесінде екі түрлі тұжырым жеткен Абу Ханифа рахматуллахи алейхтан. Біреуінде жалдауға болады дейді, өйткені байын талақпен талақ етілгеннен кейін неке бұзылды деген сөз. Иддет мезгілін күтіп отырса да неке бұзылғандықтан ол әйелі болып есептелмейді. Сол себептен оны баласын емізуге жалдауға болады деген тұжырым бар. Екінші бір тұжырымда байын талақпен талақ етілсе де иддеті бітпей, оны баласын емізуге жалдай алмайды деген. Себебі неке бұзылғанымен әлі иддет біткенше жартылай болса да оның әйелі саналады, түбегейлі айырылысқан болып есептелмейді. Сол себепті оны иддеті біткенше баласын емізуге жалдай алмайды деген. Вали ирдааихи ба'дал иддати сахха. Иддет мезгілі аяқталғаннан кейін оны баланы емізу мақсатында оны жалдап жатса, сахха дейді, оған рұқсат, оның қате тұсы жоқ. Иддет бітуімен некесі де бұзылды деген сөз. Сондықтан ол әйелден туған бала болсын, немесе басқа әйелінен туылған бала болсын, оны емізуге ол талақ етілген әйелін жалдауына не істейді екен, болады екен. Вахия ахаққу минал аджнабия. Қайта баланың шешесі, яғни иддет біткеннен кейін сүт ана жалдау мәселесінде баланың шешесі ахаққу минал аджнабия, басқасына қарағанда баласын емізуге лайығырақ. Мысалы, талақ еткен әйелі қолындағы баласын емізуден бас тартса, баланың әкесі ол анасына ақша беріп, баланы емізуіне оны жалдауына болады. Тіпті басқаны жалдағаннан гөрі сол өз анасын жалдаған не екен? Жақсырақ екен, абзалырақ екен. Илля ан татлуба зиядата ажрин. Бірақ ол баланың анасы, яғни талақ етілген баланың анасы, өзге сүт аналардың алатын ақысынан көбірек ақы сұрайтын болса, онда әкесі басқа сүт ана жалдауға құқылы екен. Яғни одан арзанырақ сұрайтын басқа сүт ананы жалдауға құқылы дейді. Себебі бұл жерде өзге сүт аналардан көбірек ақы сұрауы баланың әкесіне зиян. Ал енді Құранда ана баласы себепті зиян шекпеуі тиіс, әке де баласы себепті зиян шекпеуі тиіс деген аят бар. Бұл жерде енді сүт ана жалдау мәселесінде анасы көбірек ақша сұрау себепті әкеге зиян келіп отыр. Сондықтан да шариғат ол кезде басқа біреуді жалдауға құқық беруде. Ва нафақатул бинти балиғатан. Кәмілетке толған қызының нәпақасы, егер тұрмыста болмаса. Уәл ибни заминан. Ва нафақатул ибни деген сөз. Яғни мәжрур мына жерде мудоф илейх болғандықтан. Сондай-ақ заминан мүгедек ержеткен баласының нәпақасы. Ішіп жемі, киім кешегі, тағы да басқа осы сияқты қажет нәрселері кімге міндет? Алал аби хассатан. Арнайы түрде әкесіне міндет. Ва бихи юфта. Пәтуа осыған негізделеді. Балиғатқа толған қызының нәпақасы, егерде тұрмысқа шықпаған болса, оның да нәпақасы кімге міндет? Әкесіне міндет. Ішіп жемі, киім кешегі, тағы да басқа осы сияқты қажетті дүниелерін шама шарқынша қамтамасыз етуі тиіс әкесі. Ал енді әрине тұрмысқа шыққан болса, оның нәпақасы күйеуінің мойнында. Өзінің ержеткен, бірақ мүгедек балаларының да нәпақасы әкесінің мойнында. Мысалы, соқыр болса баласы,
яки жүрө алмайтындай, өзүнүн табысын таба алмайтындай дәрежеде мүгөдек болса, немесе студент болса, окуудан кол тиймей өзүнүн напакасын таба алмай жүргөн талаба болса, онда онун напакасы акесине міндет болот. Келек жарагын камтамасыз этүүгө тийиз акеси. Эгер экөө да пакыр болса, өздерінің жеке мал дүниелері болмаса. وعلى الموسر يسار الفطرة. Пітір садақасын беру міндет болатындай дәрежеде байлық иесі болған кісіге міндет, не міндет? Нафақату усулихил фуқара. Өзінің пақыр ата-анасының напақалары міндет болады. Егер де ата-анасы кедей болса, онда олар жұмыс істеп өз напақаларын таба алатындай дендері сау болса да, олардың напақасын тауып беру баласына міндет екен. Қандай баласына? Ауқатты, қалталы баласына. Садақа бере алатындай, құрбандық шалу өзіне міндет болатындай дәрежедегі дүниесі бар баласына міндет екен. Ал енді баласын өзі зорға көңілтіп отырған болса, онда оған бала шағасының напақасынан өзгесі міндет емес. Мына жерде усул деді. Усул сөзі әсілі, ныспы, тегі деген ұғымда. Сонда тек қана ата-анасы ғана қамтылмайды, ата-әжесі де қамтылып өтеді. Егер ата-әжесі пақыр болса, онда олардың напақаларын қамтамасыз ету кімге міндет болады? Немерелеріне міндет болады. Әрине, егер басқа қарайласатын өз балалары болмаса. Және де аль-фуқара деді. Пақыр, кедей ата-анасы деп өтті. Ал енді пақыр болмай өздерінің мал дүниелері, өздерінің кірістері болса, онда олардың напақалары өз дүниелерінен қарышталады. Ол кезде балаларына міндеттелмейді напақасын алып келу. Балаларда өз беттерінше қосымша напақаларын қамтамасыз етіп тұрса, оның ешқандай ағаттығы жоқ. Демек, егер усулы, яғни ата-анасы, ата-әжесі пақыр болып, напақаға мұқтаж болып тұрса, онда олардың напақасын қамтамасыз ету кімге міндет екен? Балаларына міндет екен. Қандай балаларына? Құрбандық шалатындай дәрежеде, құрбандық шалу өздеріне міндет болған, пітір садақа беру міндет болған балаларына. Биссауияти байнал ибни вал бинт. Бұл бала мен қызға теңдей міндеттеледі дейді. Яғни кедей ата-аналардың напақаларын қамтамасыз ету ұлдары мен қыздарына теңдей түрде міндеттеледі. Ва ю'табару фиха ал-қурбу вал-джуз'ияту. Бұл мәселеде, яғни ата-анасына напақа беру мәселесінде ал-қурбу жақындық, вал-джуз'ияту және өзінен болған бөлігі назарға алынады. Яғни өзінің немересі деген сияқты. Осыған орай фафи мән лаху бинтун. Осыған орай егер пақыр әкенің қызы вабнубнин және баласының баласы болса, яғни немересі болса, ата-ананың қызы және немерелері ғана болса, олардың напақасы кімге бірінші міндет болады? Алал бинти. Қызына міндет болады. Бұл жерде ең жақыны қызы болып отыр. Яғни құрб. Вафи валади бинтин ва ахин аля валадиха. Егер қызының баласы мен со ата-ана әкесінің туған бауыры болса, кімге бірінші напақа беру міндеті өтеді? Аля валадиха. Со қызының баласына міндет болады екен ол кезде. Өйткені немересі өзінің бір бөлігі болып есептелінеді. Бұл жерде жүзият, яғни өзінен болған бөлігі алға шығып отыр. Әрі қарай Құда қаласа келесі дәрісімізде оқиылық. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи rabbil alamin.